Бізде міне сарымсақтарымыз тамаша өсіп жатыр. Өзінің 6-7 жапырағын шығаруға келіп қалды бұлар. Міне. Енді бұл жерде кішкене ұш жағында мынандай сарғаюлар бар, және де төменгі жапырақтарында аздап осындай сарғайған жерлері бар. Осы сәтте бұларға біз қосымша қоректік элементтерді беріп қойсақ артық болмайды. Біз әрине күз мезгілінде бұларды отырғызған кезде бұларға органикалық тыңайтқыштар салдық, көңдер салдық. Оның өзі де жеткілікті негізі. Бірақ та енді біреулер ол нәрселерді салмауы да мүмкін. Кейбіреулер енді одан да көбірек те жеміс салуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде қосымша қандай элементтер қажет, соларды көрсетіп кетуді жөн көрдім. Бұл жерде енді жапырақтың сарғаюы бірінші кезекте. Бұларға не қажет десеңіздер, бұл кезде күннің күндіз жылуы және де түнде салқын болуы осындай жағдайларға алып келеді. Кейбір жағдайда және де осы салқын кездерінде фосфор элементтері бұларға жеткіліксіз болып тұрады. Сондықтан да қазір бізде қолданылатын кейбір мынандай препараттар бар. Осыларды қазір көрсетеймін. Бұл жерде енді сульфат магний дейді. Магний элементімен бұл жерде күкірт элементі. Магний 16%, күкірт 13,5%. Әсіресе ерте көктемде бұл элементтерді қолданған пайдалы болады. Өйткені мына топырақ салқын кезінде азот және де жаңағыдай фосфор элементтер бұларға жеткіліксіз болған кезде солардың орнын толтыратын элементтер бұлар. Магний қолданған кезде фосфордың бұларға сіңіруі жақсырек болады, және де бұның құрамындағы күкірт элементі азот элементтерінің бұларға сіңірілуіне көмектеседі. Сондықтан да осы элементті қолданамыз, суға ертіп бұлардың түбіне құйып шығамыз. Және де бұл жерде тағы да бір азот элементтерін қосып қойсақ болады. Бұл жерде менде аммиачная селитра деген осындай не бар. Бұның құрамында да бірнеше осындай қосымша микроэлементтер бар екен. Осының өзін қолдансақ та болады. Менде мынандай түрде болады. Ішінде түрлі түсті осындай нелермен жүреді. Немесе мына магнийдің өзі болса, сульфат магний болса, ол кезде карбамид қосып қолдансаңыздар болады. Қазір күн біраз жылып қалды. Карбамидтің де қолдануға келетін кез. Сондықтан да қазір осы екеуін ерітеміз, және де осыларға қолданып шығамыз сарымсақтарымызға. Енді бұл элементтерді қолдану дозасына келсек, әрқайсысынан 15-20 граммнан 10 литр суға ертсек болады. Мынау магнийден 15 грамм. Кішкене бізде шашылып қалды. Әдейі астына мына салафан қойып қойғам. Осыны былай саламыз міне. Бір қасық толы ас қасық, енді шамамен 15 граммдай болып қалады. Осы жеткілікті 10 литр суға. Осыны ертіп аламыз да мына су құятын лейкамызға құйып аламыз. Одан кейін селитраны ертеміз. Селитра болғанмен ол жерде де қосымша элементтер бар. Сондықтан да магнийді аса мен көп қолданбаймын. Селитраны да аздап қана қолданамын. Өйткені күзде мен жақсылап бұларға органикалық тыңайтқыштар бергенмін. Мен енді жай ғана көрсете салайын дегенмін, бірақ та енді қолдануын көрсетпесе кішкене дұрыс болмайтын көрінді. Сондықтан мен аздап қана әрқайсысын қолданамын. Бұл жерде енді бір қасық 12 граммдай болуы мүмкін. 12-15 грамм маған 10 литр суға жеткілікті. Егер де сіздерде көбірек қолдану керек болса, онда 10 литр суға 20 граммдай ерітсеңіздер болады әрқайсынан. Магнийден 20 грамм, селитрадан 20 грамм ерітіп 10 литр суға, жалпы көлемі 10 литр суға құямыз. Бізде 10 литрлік лейкамыз, осыған бірінші элементімізді құямыз. Одан кейін селитра болмаса карбамид қолданса болады. Бұдан да шамамен бір 15 граммдай қолданамыз. Мен мына қақпағына толтырып бір қақпақ салам. Кішкене артығымен болсын енді.
шамамен 13-15 грамм. Суды құямыз. Бұлар негізі суда жақсы еритін элементтер, сондықтан да салқын суда ерте берсе де болады. Менде енді жылы суда тұрды, сондықтан да жылы суда ертіп жатырмын. Бізде мына екінші ерітіндіміз де дайын. Енді бұны жалпы суға құямыз. Одан кейін мына судың көлемін 10 литр суға мына толтырамыз. Жалпы көлемі 10 литр болу керек. Сол кезде біздің дозамыз дұрыс болады. Біздің ерітіндіміз дайын. Енді мұны қолданылатын кезде ең бастысы мына топырағымыз бізде ылғалданған болу керек. Алдымен біз су беріп алуымыз керек. Құрғақ топыраққа ешқашан қолдануға болмайды. Бұның пайдасы емес, зиянын көріп қаламыз ол кезде. Егер де құрғақ шөлдеп тұрған жерге қолданатын болсақ, өсімдіктеріміз стресске түсіп қалады. Ал енді бұларды құятын кезде осылай жалпы лейкамен осылай құйып шықсақ болады екі аралыққа. Немесе мына түптерін тесіп алып, әр жерден шұңқыр жасап, соларға чайникпен уақыттарыңыз көп жеткілікті болса, солай жасап шықса да болады. Менде енді олай жасап отыратын уақыт жоқ. Осылай аламыз да лейкамен құйып шығамыз ылғалданған жерге. Біздің қоректік элементтеріміз дереу жерге сіңіп кетті. Ертіп құйғанның пайдасы сол. Дереу сумен араласып сіңіп кетеді. Егер де бұларды құрғақтай салатын болсақ, оны енді жерді қазуымыз керек, оны қайта көмуіміз керек. Сондықтан да осылай тез қолдана салуға болады. Енді бұл жерде уақыт жеткілікті болса, жаңағыны айтқандай, мына екі орта аралықтарынан тесік жасап шықсақ болады, және де соған чайникпен құйып шықса да болады. Ол кезде де тамырына жетіп баруы тез болады, бірақ та уақыт көбірек кетеді. Ал енді бұлай лейкамен үстінен құйған кезде бәрібір де енді оның көп бөлігі төменгі жаққа кетті сумен араласып. Негізі осылай қолданған дұрыс. Енді тиімді, уақыт жағынан да тиімді. Осылай азықтандырамыз. Бүгінге осындай мәлімет. Барлықтарыңызға сәттілік, амандықта, келесі эфирде кездескенше.